Біріккен ұлттар ұйымы Кәрім Мәсімовті босатуды талап етті. Біріккен ұлттар ұйымының негізсіз қамау жөніндегі жұмыс тобы Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Кәрім Мәсімовті тез арада босату үшін шұғыл шаралар қабылдауға шақырды. Бұл туралы бүгін бұрынғы шенеунікті қолдайтын интернет-ресурс хабарлады. Адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссар басқармасының сайтында жарияланған жұмыс тобының қорытындысында Кәрім Мәсімовтің бас бостандығынан айыру бірінші және үшінші санатқа жататыны, оған сәйкес бас бостандығынан айыруды қылмыстық санатқа жатқызуға болатыны айтылған. Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының 3, 9, 10 және 11 баптары және азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пунктінің 9 және 14 баптары бұзылған. Жұмыс тобының баяндамасында Мәсімовке қатысты істің айналасындағы құпия екені айтылады. Оның отбасына істің барысы туралы хабарланбайды және онымен кездесу де берілмейді. Сонымен қатар бұл қорғаушылардың өз функцияларын орындауына араласуды білдіреді. Жұмыс тобы үкіметті Кәрім Мәсімовтің еркінен тыс бас бостандығынан айыруына қатысты мән-жайларды толық және тәуелсіз тергеуді қамтамасыз етуге және оның құқықтарын бұзуға жауаптыларға тиісті шара қолдануға шақырады. Істің барлық мән-жайларын ескере отырып, тиісті қорғау құралы Мәсімовті дереу босату және оған халықаралық құқыққа сәйкес өтемақы және басқа да өтемақы алу құқығын беру деп аталады. Кәрім Мәсімовке мемлекетке опасыздық жасады, мемлекеттік төңкеріс жасауға әрекеттенді және сыбайлас жемқорлық жасады деген айыптар тағылды.